Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бала кездің дәмін еске түсіретін жұмсақ, үлпілдек әрі өте дәмді қантты тоқаштар дайындаймыз. Бұл рецепт өте оңай, ал нәтижесі міндетті түрде сізге ұнайды деп сенемін. Ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, сүтімізді және қантымыздың жартысын, дрожжимызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Бөлек басқа ыдысқа жарты қантымызды және жұмыртқаның бір ақ уысын бөлме температурасындағы сары майды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін үстіне 1 шай қасық қантымызды және 1 шай қасық ванильді қантымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді 15 минут бұрын дайындап қойған қоспамызды осы ыдысқа барлығын салып аламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып алып, електен өткізілген ұнды қоспамызға қосып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз осындай әдемі болып иленді. Енді бетін жауып, қамырымыз көтерілгенше жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып аламыз. Мінекей қамырымыз әдемі болып көтеріліп шықты. Енді оны бірдей теңдей бөлікке бөліп аламыз. Менде 99-100 граммнан болды. Сіздерде өздеріңіздің қалауыңызша үлкен етіп немесе кіші етіп бөліктерге бөлсеңіздер болады. Мінекей өлшеп алып, енді дөңгелек етіп суалап барлығын дайындап аламыз. Келесі қамырды да тура солай бірдей етіп кесіп алып, дөңгелетіп суалатып қоя береміз. Барлық қамырды теңдей етіп бөліп алдық. Енді бетін жауып, кішкене 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Уақыт өткеннен кейін бір-бірден алып, алдымен қолымызбен, одан кейін оқтаумен қатты жұқа емес етіп жайып аламыз да, ортасына бөлме температурасындағы сары майымызды жағып, оның үстіне қантымызды қалауыңызша сеуіп шығамыз. Қантымызды сеуіп, енді осылай қолымызбен қамырымызды орап, шеткі бөліктерін осылай қолымызбен буып алып, дәл видеодағыдай бүктеп, ортасынан кесіп, әдемі пішін келтіреміз. Енді барлығын тура осылай алдымен жайып алып, ортасына майымызды, қантымызды сеуіп, орап, кесіп, табамызға пергамент қағазын төсеп, барлығын қойып шығамыз. Құрметті көрермен, егер сіз менің каналымда алғаш болсаңыз, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп, видеома лайк басып қойсаңыздар, қуанып қалар едім. Алдын ала рахмет. Барлық булочкаларымыз дайындап алдық. Енді бетіне жұмыртқаның сары уысына 1 ас қасық сүтімізді құйып, бетіне жағып шығамыз. Барлық булочкаларымызды дайындап алғаннан кейін алдын ала қыздырылған пеште 170 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің жұмсақ әрі үлпілдек қантты тоқаштарымыз дайын болды. Сіздер жасап көріңіздер, ұнайды деп сенемін. Егер рецепт ұнаса, видеома лайк басып, каналыма тіркеліп алып, пікіріңізді жаза кетсеңіз қуана оқимын. Ас болсын, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.